сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте ерекше әрі тез дайындалатын картоптан таяқшалар жасайтын боламыз. Бұл үшін біз ыдысымызға суға піскен картоптан пюре жасап аламыз. Сосын пюренің үстіне сүт қосып, пюремен жақсылап араластырамыз. Біздің картоптан пюренің қоюлығы осындай болуы қажет. Одан соң біз жұмыртқаны шағып, тағы да араластырамыз. Сосын дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка саламыз. Менде және специя қостым. Сосын барлығын бір кетті болғанша араластырып шығамыз. Сосын біз разрыхлы пен ұн қосып, жақсылап тағы да араластырып шығамыз. Біздің қамырымыз видеодағыдай болуы қажет, оны сосын кондитерлік пакетке саламыз. Одан соң оны қызған майға видеодағыдай етіп қайшымен қиып құйып шығамыз. Сосын оны екі жағынан аударып пісіріп аламыз. Және де егер сіз менің видеоларымды алғаш көріп тұрған болсаңыз, каналыма кіріп, басқа да рецепттерді қарап шығыңыз. Егер рецепттер ұнап жатса, каналға тіркеле кетіңіз. Сонымен біздің картоптан өте оңай әрі тез дайындалатын таяқшаларымыз дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Ас болсын.